Өткен ғасырлар үніне құлақ түрсек, біздің ата-бабаларымыз ағаштан, мүйізден, тастан, малдың терісінен және де саз балшықтан үн шығаруға болатынын біліп, музыкалық аспаптар жасаған. Ендеше бүгін біз саз сырнайдың шығу тарихымен танысайық. Алма кетті домалап, күші бол аралып, кіп алманы табақта, соғы ойында қырқап. Адыл ашын басы болсын. Бір дегенім бейсік, екі дегенім келім, үш дегенім өмір, төрт дегенім төзім, бес дегенім бақыт. 6 дегенім ақыл, 7 дегенім жалау, 8 дегенім сөзім, 9 дегенім тоқтау, 10 дегенім отан. Балалар, мен сіздерді іздеуге шықтым. Аша, мен сені таптым шыққайын. Ой, не, ашып көрейікші. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе ата? Мен тарихи жәдігер, отырардың топырағынан күйдіріліп жасалған нағыз қас шебердің қолынан шыққанмын. Сендер қорқпаңдар қарақтарым. Сіз сиқырлы құмырасыз да? Жоға, қайдағы сиқырлы, жай әшейін көне құмырамын. Олай болса, сіз сынайдың білетін боласыз. Әрине білемін, тыңдаңдар қарақтарым. Ертеде баяғы бір заманда Асан деген бала болыпты. Ол күнде өзінің ауылының қойларын бағады екен. Сөйтіп жүріп күн көріпті. Бір күні қойды өзен жағасына жаяды. Сол күні күн өте ыстық болады. Асан қатты шөлдеп, торсығына құйып алып шыққан суын ішеді. Бір кезде қолынан торсығы түсіп кетеді де, суы жерге төгіледі. Ол жердің топырағы сазды екен. Асан жерге отыра қалып, су араласқан сазды қолмен ұстап уқалап, ұзақ уақыт отырады. Қолы талған соң, оны тастың үстіне қойып, кептіреді де қалтасына салады. Сөйтіп отырғанда, қойды ауылға апаратын уақыт болады. Асқар, сәлем! Сәлем! Асан, мынау не? Өзі қазір жұмыртқасын ұқсайды екен. Өзім де білмеймін. Бағана қой бағып жүріп, осындай сопақсан нәрсе жасап көріп, тым осындай боп шықты. Кәне маған Асқар көмектесші, мен бұдан ерекше аспап жасағым келіп отыр. Онда оны отқа қыздырайық. Әкемден көргендерім бақ. Ол кейбір аспаптарды отқа қыздырып мықты болады. Кеттік. Сөйтіп Асан мен Асқар сазды отқа қыздырады. Қыздырып болған соң әр жерінен тесіктер жасайды. Ол әдемірек болу үшін жиектеріне ою салады. Екеуі түні бойы еңбектеніп, таң ата үйіне қайтады. Таңертең Асқар ұйқыдан тұрып қараса, Асан балшықтан жасалған әдемі аспапты үрлеп тартып отыр екен. Әр үрлеген сайын әсем әуендер шығады. Сөйтіп оны барлық ауыл адамдары көріп таңданады. Өз жасаған туындысына Асан саздан туған саз сырнай деген атау береді. Себебі саздан жасалғандықтан. Осылайша саз сырнай дүниеге келген екен. Міне қарақтарым, барып тарихы осы. Сендер де біліп жүріңдер, жарай ма? Ендеше сау болыңдар.
Sağ болыңыз. Қыздар, сендер не көрдіңдер? Не жасады жаңа? Сасырнай. Сасырнай жасады. Ал сендер енді жасап көргілерің келе ме? Иә. Ендеше қазір сасырнай жасайық. Жүріңдер киініп келіп. Неден жасайды екен? Не ол? Қандай зат? Саз? Саз балшық, иә? Сасырнайдың атауының өзі сасырнай дейді. Яғни ол саз балшықтан жасалынған екен. Көрдіңдер ме? Өзі жұмыртқа тәріздес екен. Аға, қалай жасап жатсыз? Айтып беріңізші. Бұл сасырнай деген өнер туындысы ғой, бір жағынан шеберлер жасайтын. А негізі бұны атам заманнан қазақ осыны пайдаланған. Көбінесе мынау адам көңілін көтеру үшін бір мезгіл жаңағы сасырнай тартып, қой бағып, және де бақсылар кәдімгі өздерінің кәсіби жұмыстарына пайдаланған дейді. Содан бұл енді Қазақстанда дами бастағаны соңғы кездері 60-шы жылдары Болат Сарыбаев деген ағамыз сасырнайдың ұқсас отырған түбінен осындай саздан құрал тауып соны дамытып дыбысын шығарып бізге ұсынды. Енді біздің міндетіміз өскелең жас балаларға осыны үйрету. Өнер жалғастығы дейді. Сондықтан да қазір біздің жасап жатқанымыз сасырнайдың өзі көп түрде болады. Қырық шақты түрі бар. Мынау балаларға арналған оңай түрі. Сықырғыш сасырнай дейді. Акарина сасырнай дейді. Бұның ешқандай айырмашылығы жоқ. Негізгі оригинальный сасырнай мынау. Просто бұған мынандай шүбек жалғап қойғанбыз. Мынадан ойнау қиын. Бұған енді біраз көп дайындық керек. Тамаша, иә, үні, иә? Неге ұқсайды үні балалар? Неге ұқсайды? Жануарлардың дыбысын да салуға болады, иә? Қасқырдың үнін салуға болады. Жалпы бұл саз балшығында баланың баланың қол моторикасының дамуына да өте көп септігін тигізеді. Тамаша. Қазір біз жасағанымыздың міне дыбысын шығардық. Қандай керемет, қандай дыбыс шығарып көрінеді. Қазір мен сіздердің тәрбиелеушілеріңізге дыбыс шығаруын үйреттім. Енді болашақта тәрбиешілер сіздерге осыны сасырнайды жасауды асықпай үйретеді, күнделікті. Сондықтан да сасырнай ойнайсыңдар. Рахмет аға. Сіздің сасырнайларыңыз көтеріп көрсетіңіз. Тамаша. Тесіктер қалды енді? Жақсы, рахмет аға. Жақсы, рахмет.